қалайсыздар, жақсылар ма? Жақсы, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, жақсы. Окей, так, в общем, сіз алдында бастадыңыз, иә? Там тегін Мгм. рұқсат беру бойынша, и потом фигмадан бастадыңыз. Ну, тилдадан бастадыңыз, потом фигмаға өттіңіз. Енді қазір сұрақтар бар шығар, иә? Бар сұрақ көп десіз. Иә, сол сұрақтарды қойып бастасаңыз. Түсінеға не фото дұрыс таба алмай тұрмын андай жақсы Жаңа, сапалы дейді, андай минимализмдегі түсірілген бір фотолар қиын екен табу. окей, так. сосын мынандай болады ғой, тек чист фотолар емес, мысалға мебельдің тұрғанын бүйтіп алып деген сияқты, просто қиып алып деген сияқты. Иә, окей, так, бірінші та фото бойынша мәселе, иә? Мгм. Иә. Қазір давайте біз не істеп көрейік. Қазір енді жасанды интеллекттің дамыған заманы емес па? Ә, И қазір мысалы мен қазір рейкрафт деген сайтқа кірдім. Бұл сайтты білетін бе едіңіз? жоқ. Қазір потом айтамын, иә. Иә, иә. Қазір мысалы мен жаңадан бір проект аштым. Так. А, так, осы жақтан енді мен қазір өзіміз қалағанымызша фото жасай береміз да. Міне кірдік, потом имидж дегенді бастық. И осы жерге жазамыз. Мысалы стайл деген бар да. Мысалы қандай ненің жасанды интеллекттің негізінде мысалы рекрафт деп тұр. Сосын мынадай стайл деген бар, міне мына жақтан ше мынадай мистический, там органикалық деген сияқты, потом иллюстрация бойынша тағы не бар, мына 3D иконка бойынша деген сияқты ше, сондай шығарып береді да. Мысалы қараңызшы, мысалы біз пластик деген бар да, жоқ 3D дейміз, міне 3D, потом мысалы диван ба, диван мебель деп іздеп көрейік. И қазір көрейік. Қазір шамалы 10-15 секундтай күтіп көреміз. Енді бізге бірақ 3D емес, бірақ мен бүткіл варианттарын көрсетемін да. Мысалы міне мынадай 3D элемент пайда болды да. Мгм. Мынадай. И біз бұны уже андай ютубта жоқ, андай гуглдан яндекстен фото етіп іздеп отырмаймыз. Баяғыда осыдан 5-6 жыл бұрын мен енді бастап жатқан уақытта бар емес пе, бұндай нәрсені жасау үшін 1-2 күн уақыт кететін еді да. Ал қазір әрі кетсе 10 секундта дайын болды, иә. Баяғыда кәдімгі неде отырып жасайтын едік та біз ше. Біз Фотошопта ма? ана 3D не дегендер бар, блендер дегендер ма, соларда жасағанбыз баяғыда. И қараңыз енді, стайл деген қандай фото, қазір не шынайы фото керек қой енді бізге ше. Реалистичный болған жақсы ғой. Иә, мынаны істеп көрейікші. Диван мебель без фона деп. И потом диван енді мынадай үлкендеу болмай ма, сол себептен мен қазір размерін өзгертіп жатырмын да, мынадай етіп. Мгм. Көрейік примерно қандай болады. Ең бастысы мына жерде искусственный интеллектте маңызды нәрсе не ғой, андай промптты дұрыс жазу ғой мына жердегі ше. Диван, мысалы мен қазір міне мынадай бір диван шықты да, тағы да бір мынадай вариант бар. И Мгм. мына жерде мысалы диван қандай белый, там черный, желтый деген сияқты кете береді да, әрі қарай ше, жасауға Иә, береді. Солай келе береді. Енді сізде примерно ойлап тұрған мебель қандай еді, мынау келе ма или келмей ма? кухонный ғой, кухонный мебельдер ғой жасайтын жиземнен. Соған ғой енді бастап жасап жатқанмын. Окей, кухня. А, с- хай-тек деп па білмеймін, көрейік енді мынадай өзгертіп көрейік. Болмаса мына жақтан ше не істеу керек, мынадай болмай тұр екен, андай суретті әкеліп барып соның негізінде жасайтындар да бар да қазір көрсетілген. Болмаса қазір флипикқа бара салайықшы. Мына жақта бар, примерно іздеп көрмеңіз да, мына жақтан келмей ма?
просто анандай болып кетпей ма, мысалға андай бөліктер болады ғой, анда блок бірінші блок, екінші блок деген сияқты. иә. сол кезде түстері не істеп кетіп қиын ма дегенім ғой, андай сәйкес келмей қалып. жоқ, түстері бойынша өзгере береді ғой. Мысалға қараңызшы, қазір сіз мына сайтта істеп жатқан жоқсыз, негізі мына сайт негізінде иә әдейі Мхм. иә примерно осы ғой енді. Қазір мен мына жақтан өзімнің телеграмыма барайыншы қазір. Так, блин, кого емес. Так, міне мына сайттың негізінде емес па иә жасап жатқаныңыз. Мхм. Мхм. Қазір енді қараңызшы. Так, міне қараңыз. Мысалы міне мынадай суреттер бойынша былайынан тұр да мына жердегі ше. Мхм. Осылай бір тұра берсе болады ғой. Негізі мынадай болып деген сәт ше. Мхм. Мына суреттер там түстер бойынша не істеп кетпей ма дегенде ол бойынша бәрібір именно мына не бойынша ше фон алып тастай саласыз ғой. Ең бастысы мына жерде бәрі бірдей түсте тұр да, мынау бәрі бірдей түсте. Иә. Мына жақта бәрібір мына меберний бойынша ше былай ғой, бұл жаққа кіретін аудитория жастар емес қой, андай қатты не емес та, андай анимация анау мынау дегендер қажет жоқ, қатты стилистиканы ше, ең бастысы үлкен егде жастағы адамдар ғой, енді ремонт жасайтындар деген сәт ше. И сол себепті Мхм. андай қатты дизайнға да көңіл бөлмей ақ қойсаңыз болады. Кейбір жерін ну дизайнға сай емес жасай салсаңыз да болады да. Өйткені адамдарға түсінікті болса Иә. болды да ең бастысы. Міндетті Мхм. емес там андай қатты не болу. И потом мына жақтан енді осы жақтан да іздей берсеңіз болады. Негізі мен осы жақтан табамын көп нәрсені ше. Фрипик ба? Иә, фрипик. И потом как раз мысалы мынау не тұрған жоқ па, мынадай коронаны сурет тұр да, яғни платный деген сәт ше. Платный деген Аха. сәт тұр. И потом как раз біз қазір мынадай шығаруды білесіз ба, ноутбукта. Иә, иә. Иә, и осыны шығарасыз да, и осы жақта мына изображение деген бар емес па, и осы жақта Иә. изображение, не, мына источник деген жерге барасыз, потом изображение дегенге барасыз да, мына астын жақтан мына фотоны тауып аласыз. Міне мына фотоны тауып аласыз. Міне мына фотоны Аха. қарасақ, не мынадай не тұр, фрипик деген ше, ал оның астында Иә. ондай жоқ. Фрипик деген жоқ. Осы бірнеше вариант бар, осы фрипик жоқ дегенді көшіріп аламыз да. Мхм. Әйтпесе біз енді бұл не болғандықтан не как көшіріп алдық, мысалы міне былай шықты да. И енді фотосы бойынша сапасы онша емес болуы мүмкін, ну окей, там көрініп тұрса болды, ең басты мебель екені көрініп тұр да. И осылай мысалы әйтпесе қазір сіз мына жақтан даунлоуд дегенді басатын болсаңыз там жүктелмейді да. И айтайын Мгм. деген мынау ғой, мына егер сізде ұнаған варианты осы платин нұсқада болса, жаңа мен көрсеткен жолмен скачать етіп алсаңыз болады ғой. Иә, Иә, хорошо. иә, болмаса там гуглдан кухня мебель там PNG деп іздеп көрейік мысалы. И осы жақта мына tools деген бар емес пе, tools деген жерге Мгм. барсаңыз, потом size деген жердегі large дегенді басасыз, яғни үлкен деген ше. Үлкен размердегі нені шығарып береді бізге. Мгм. И осы жақтан былайынан не істей берсеңіз болады. Міне мысалы мына вариантта жаман емес сияқты. Осылай кете бересіз ғой әрі қарай. Потом астында түсірсеңіз, астында да тоже осыған ұқсас варианттар шығарады. Мысалы міне мынадай мебельде бойынша Қазақстандағы хит нелердің бірі ғой мынау. Осылай іздеп кете бересіз. Аха, түсінікті. Так, тағы сұрайын дегенім қазір. Алдында сіз маған жібердіңіз ғой, білесіз ба? Қайсысы? Yok. Ана телеграмнан нелерді, жасалған жұмыстар сіздің. Иә, иә. Соның ішінде туре в Дубай из Казахстана дейтін бар ғой. Иә. Соны бүйтіп ана нелерді қойғансыз ғой, шөп анамаларды, Иә. зданияны қойғансыз.
солардың каждыйын скачать етіп алып бөлек жаңағыдай немен сызып әкелдіңіз ау дегенім ғой. қазір мен бірден мына фигмада көрсетейін, иә, фигмада жасаған оны болмаймын. Вот айтып отырсыз ба? Иә, иә. Мысалы міне қараңыз, мынау не жаңа ағаш, бұл бөлек бір элемент. Бұл бөлек элемент. И потом міне мына жапырақ, мынау бөлек элемент. Я әрқайсының бойынша жеке-жеке әкелдім. Потом мына жерде қарасаңыз, мынау мынаған не қойған, градиент қойған, бәрін бір түстеңіз, мына жақта қанық көк, мына жақта ашық көк деген сияқты, сол себепті бойынша Иә, әдемі көрініп тұр. И потом мыналарды иә бөлек-бөлек әкелген, потом қараңыз, міне мынадай болса, мына тексттерге қатты акцент қойылмай қалады да, ал мынадай болса бірден тексттер анық оқылады да, яғни мынадай болса мынау қатты вниманиені алып кетеді да, сол себепті мен былайынан эллипс қойдым да, міне эллипс емес, мына мхм. жақта эллипс алдым да, и осылайынан қойдым, былайынан ұзарттым, потом ақ түсті әкеліп қойдым, ақ түсті еттім да, потом эффекс деген жерге барып, мына жақтан layer біреу деген бар, осы жақтан мысалы 100 деп қояйық, 100 деп қоямыз. Сосын мына жаққа әкелдім, мына жаққа әкелдім да, потом бұның мына ақ түстің көріну деңгейін азайттым, мысалы былайынан деген сәт ше. Яғни мына Мхм. көріну несін азайтып тұрмын ғой мен. Түсінікті ма ол бойынша? Артына қаланы әкелгенсіз ғой да, бір суретті да қаланы да. Так, қазір қазір алып тастасаңызшы. Так, ең артында иә қаланың суреті ғой не. Ка- Міне мынадай сурет тұр да негізі артында ше. Ә, Артында негізі бір емес бірнеше сурет тұр бұның ше. иә, иә. Иә, сол ақ нелерді мысалы мынау мысалы бір сурет, мынау екінші сурет мысалы ше, мынау басқа сурет, Мхм. ал оның астындағы мынау басқа сурет, міне үш сурет тұр ғой, яғни Мхм. Түсіндім, түсіндім. иә. Мысалы қарасаңыз тек мына сурет тұрса, мына жақтағыдай астындағыдай не, мына жақта астындағы құм ұнады да маған ше, мына астындағы құм ұнады, и потом сол себепті қойып қойдым да осы жаққа. Кері айтасыз, что дауысыңыз естілмей қатып қалдыңыз. қазір мысалы мына жердегі құм ұнаған жоқ та маған ше, мына жердегі. Аха. И потом сол себепті мына жақта әкеліп мына жақтағы құм ұнағандықтан осы суретті де қойып қойдым да. Негізі тек мынадай сұрақ Иә, болуы мүмкін, тек неге мынаны қоя салмадым деген сәт ше. Просто кейбір иә, иә дизайн деген енді әртүрлі элементтерді байланыстыра отырып там әдемі нәрсе дүние шығару ғой. Сол себепті иә, осылай иә. әрқайсысына отырдым. Сізге де жіберіп қояйын ба мынаның сілтемесін? Иә, жіберіп қойсаңыз болады. Так, окей. Так, қазір шерден бастайын. Потом сізде қазір көрінбеуі мүмкін, ең басты мына дубликат деген басасыз ғой өзіңізге ше. Сілтемені ашқасын дубликат деген басасыз. Сосын барып өзгерте аласыз да. Мгм. Так, осы бойынша осылай. Тағы қандай сұрақ бар? Қандай қиындық болды? Кеше сол қиындықтар сол не ғой, үйлестіре алмай тұрмын ше ана суреттерді сол А, таба алмай иә, жаңағыдай бәлкім айтқандай, иә, суретті менде де қарап. жаңа айтайын деп едім қазір. Мысалы міне қараңыз, Мейтон Тилдадан мысалы біз бір сайт ұнап қалды деп елестетейік, иә. Қазір бір сайт тауып салайық. Мына жаққа бара салайықшы мысалы. Мысалы мына жақтағы бір сайт ұнап қалды. Мысалға қараңызшы, сізге қай жері
қиындықтар тууы мүмкін. Мысалы мына жер бойынша дәл осындай етіп жасағыңыз келсе, бірақ дәл осындай шықпай қалуы мүмкін да. Сізде ше? мына нелер оңай да, андай нелердің андай тексттары анау бүйтіп Да. андай кнопканы создать ету олар оңай да. Аха, енді. мына сол суреттің дұрыс сапалы суретті кейде таба алмай қаласың ғой, іздеп қаласың ғой андай. м, Сол жағы кішкене қиындық тудырып жатыр ғой. Так, так, иә, мысалы, а то қарайықшы. андай не болып тұрады да, андай бір бұрынғы бір 10 жыл бұрынғы сайт сияқты болып тұрады ше андай. А, ну, иә, енді сондай моменттер бар. Потом сізге тағы бір нәрсені көрсете салайыншы қазір. Мысалы, мына бір сайт, мына бір бес PNG-дан алып тастай салайыншы. Мысалы, мынадай нәрсе. Енді сапасы нашар, бірақ сонда да көре салайық. Мысалы, қақырайық. Мысалы, сіз тилдадан сайт жасап жатсыз, иә? Мгм. Тилдадан жасап жатсыз, потом фигмадан да көрсетемін. Тилдадан мысалы жасап жатқан уақытта қазір тилдадан жасап жатса, и осы жақтан мысалы сіз зероблоктан жасап жатсыз ғой, иә? Мгм. Иә, мысалы shape деген жаққа әкелдік та жаңағы суреттер қойдық. Потом бұл суреттен бұрын мынадай нәрсе бар. Ой, блин, мынау не болды қазір. Мына бір сурет бар, потом сіз мынаны бассаңыз болады, центр деген ше. Потом баянан өзгертсеңіз болады да, үркейтіп ше, мысалы бойынша үркейтесіз, потом көрінетін жерін тек осы жерін ғана көрінетін етіп қойсаңыз болады да. Мгм. Яғни кейбір элементті тек мына жерінің қалай көрінетін етсек болады деген сияқты бір сұрақ болуы мүмкін. Сол кезде Мгм. мысалы үлкейтіп, кішірейтіп, там өзіңіз орындарын алмастыра бересіз ғой былайынан ше. Иә, Тилдада осылай, ал фигмада тоже сондай, бойынша айтқанда, былайынан болмаса мына контролды бастырып былайынан азайтасыз, болмаса имидж деген басасыз, потом fill деген жердегі мына crop деген бар несі, crop деген басасыз да былайынан өзгертесіз. Потом мына жақтан тоже мгм. размерін үлкейтіп не істей берсең, мысалы shiftті басып тұрмын да мен үлкейтіп жатырмын. Потом мына жақты әкеліп қойдым. Енді қазір көрсек, міне тек осы жері ғана көрініп қалды да. Ну, яғни Мгм. именно қандай әдемі жерін көрсеткіңіз келсе, осылай пайдалансаңыз болады. Мына Мгм. суреттерді қосу кезінде. Так. Болмаса там осы конкурентінің сайтындағыдай суреттерді скачать етіп ала берсеңіз болады. Жаңа мен көрсеткендегідей ше, мысалы мышканы оң жағына басасыз, потом показать программный код деген бар. И осы жақта жаңағы изображение деген жерге барып біртіндеп іздеп тауып аласыз да. Сол суреттерді әкеліп қоя Мгм. берсеңіз болады. Мысалы мына суретті деген сияқты. Міне, мына сурет Мгм. тоже әдемі. Енді мынау мебельге қатысы жоқ енді. И потом мебельге қатысты іздегіңіз келсе, там мебельный кухня, там Алматы деп іздеп көрейік мысалы. Бір сайттар шығу керек. Мысалы, не, мына сайт шықты. Мына сайттағы нелерді, мебельный кухняларды тоже жаңағы программный код деген басасыз. И осы жақтағы жаңағы астыға түсіп, изображение деген жаққа барып, так, мынау не болып кетті, кәбірмен. Не, изображение деген жаққа барып, мына суреттерді не істесеңіз болады. Мысалы, мына суреттерді әкеліп қоясыз. Мына суретті мысалы скачать етіп алдық. Потом фигмаға бардық та, астында рекламный не тұр ма? Жаңағы евро мебер деген тұр ма? Мына контролды басып тұрмыз да, былайынан алып тастаймыз. Потом скачать етіп алып, жаңағы тилдаға болмаса фигманың ішінде бірден жасай береміз да. Иә. Иә, яғни конкуренттер сайттарынан. Потом хукни гарнитура ішіне барамыз да, осы жақтан тоже жаңағыдай ғой, программный код деген изображение деген жаққа барамыз, солай скачать етіп аламыз. Потом сізге фигмада жұмыс жасау оңай болса, сол фигмада жасап аласыз. Потом мынаны сурет ретінде скачать етіп алып
тилдаға апарасыз. Мысалы көрсетейік. Негізі әр блокты жеке жеке скачать етіп алған дұрыс та. Мен қазір екі блокты бірден жүктейін деп отырмын. Мысалы суретті жүктеп алдым, иә, суретті жүктеп алдым. Енді тилдаға бардым да имидж деген жерге қостым да. Ой, так, жаңа мынау қайда, басқа жаққа жүктеліп кетті ғой енді қазір. Міне, жаңа фигмадан сурет ретінде жүктеп алдым. Потом мына жаққа ойына әкеліп қоямын. Мен қараңыз. Мен 1200 деп қоямын. 1200 деп қоямын. Себебі 1200 деген себебі неге? Себебі дәл осы мына линияның бойына келеді да, мына линияның бойына келеді. Мына линияның бойына келеді. И потом мен autoscale дегенді қосып қоямын. Енді бізде қалған нәрсе неде? Біз қазір мына кнопка бар емес, кнопка дегенді мына плюсті басып, баттон деген жерге барып, мына жерге мына кнопканы қоямыз да, мына жерге кнопканы қоямыз. Потом біз мына жердегі background cow деген алып тастаймыз. Потом cow деген тоже алып тастаймыз. Біз осы жерге тек сілтемесін ғана қоя саламыз да. Не, мына жерге сілтемесін қоя саламыз. google.com деп қоя салайық. Яғни мынау сілтеме болып тұра береді да мына жердегі нәрсе ше. Мгм. Мысалы көрейік. Енді қалай шыққанын көрейік. Дубай деп қояйық. Мысалы мынадай. Мен енді өтірік тесте жасай салдым, сол себепті осылай болып тұр да. Міне, мынаны бастық, потом енді қазір сілтемені дұрыс қойған жоқпын негізі. Жалпы осылай. Мысалы сіз просто мынаны уже фигмадан не қылып просто әкеле салдыңыз да, қысқаша айтқанда. Мгм. Сразу телеаның ішінде де жасай беруге болады да ол суретті да. Иә, иә, сияқты да жасай беруге болады. Просто сізге уже көптеген дизайнерлер уже осылай жасайды да. Фигманың ішінде тестер жасап алады, потом фигмаға өсіп сурет ретінде әкеліп қояды да. Потом мына кнопка деген жерлерге просто жаңа нелерді қоя салады ғой. Андай сілтемесін ше. Ринг дейтіндер мынандай. Иә, ринг дегендерді жаңа мен көрсеттім ғой. Түсін алып тастайды да, қоя салады, сілтемесін қоя салады. Енді қазір сізге тағы бір нәрсені көрсете салайыншы. Мысалы қараңыз. Мен жаңа autoscale дегенді алып тастадым, қостым. Енді autoscale бойынша білесіз ба негізі не екенін? Жоқ. Окей. Мысалы қараңыз. Жаңа autoscale дегенді қосқанда осылай болып тұр, иә? Мгм. Ал autoscaleді жаңа алып тастадым мен. None дегенді бастым, алып тастадым. Енді осындай болып қалды. Көрдіңіз ба? Яғни, М. яғни autoscale деген мынадай ғой. Autoscale деген, мысалға қараңызшы, менде қазір егер біз мысалы iPhone 4 деген телефонда бар, иә, iPhone 17 Pro Max деген телефонда да бар. Егер біз осы autoscale дегенді қосып қоятын болсақ, бізде жаңағы iPhone 4-те де және iPhone 17 Pro Max-та да дәл осындай размерде, бірдей размерде көрініп тұрады да, жасаған жұмысымыз ше, осылай болып тұрады. М. Ал егер біз autoscale дегенді алып тастайтын болсақ, біздегі жаңағы сайтымыз мысалы iPhone 17 Pro Max-та осындай болып қалады, ал iPhone 4-те осындай полный көрініп тұруы мүмкін iPhone 4-те, ал iPhone 17 Pro Max-та екі жағынан бос ауа көп қалып қояды. Себебі неге? Себебі ол iPhone 17 Pro Max-тың телефонның размері үлкен, ана неге қарағанда, iPhone 4-ке қарағанда, иә. Сол себепті бос ауа көп қалып қойып тұр. Так, қазір ше мен мына вариантпен де көрсетейін. Мысалы,
қазір қараңыз. Сіз қазір телефон жаныңызда ғой, иә? иә. Иә. Мысалы қазір мына жіберген сайтты ашып көріңізші. Бірінші экранын қараңыз. Екі жағынан бос ауа қалып тұр ма? иә қалып тұр. Окей. Енді қараңыз. Енді бұл дәл осындай моментте, дәл осындай неде, потом қараңыз, autoscale дегенді қосамын енді ше. Autoscale дегенді қосамын. И қазір сайтты обновить етіп көріңізші енді. Қалмады. Иә, көрдіңіз ба? Енді autoscaleден қосқанда қазір сайт осындай болып тұрған жоқ па, иә? Міне осындай болып тұр ғой. иә. Осы сайтымыз қазір iPhone 4-те де, 5-те де, 7-де де, 17 Pro Max-та да дәл осындай болып тұрады. Идеалды болып тұрады да біздің сайтымыз ше. Дәл осындай болып Мгм. тұрады. Ал алып егер тастағанда жаңа ғой да ау алып тастағанда ғой да ол әдемі болып тұратын да, идеальный болып. жоқ, autoscale дегенде қосқан уақытта ғой. Autoscale деген қосқан Қосқан уақытта. уақытта иә. Иә, autoscale деген сол бәріне уже реттеп қояды да, өзі реттеп қояды. Идеальный размерді. Так, Мгм. түсіндім, түсіндім. иә, иә. Так, окей, баста қиналатындар осы ғой, осы жағынан түсінбей жатады да кейде. Так, осындай моменттер бар. Енді, окей, тағы да қандай сұрақтар бар? әзірге осылар сол. Иә, онда сол жаңа мен көрсеткен варианттар бойынша жаңа мынадай ше. ана нейросетьті маған айтасыз, жазып жібересіз ба? Иә, рекраф деген ғой. Қазір рек рек рекрафт та. сілтемесін жібере салдым. Ол платный ма, бесплатный ма? Менде бесплатный ғой. Жаңа бесплатный нұсқасы да бар, платный нұсқасы да бар. Жаңағы варианттар жасау үшін бесплатный нұсқамен де жасай беруге болады. Мына Мгм. хоптың сурет тұрғандар уже платный деген сияқты, оған тиіспей ақ қоясыз ғой. иә, иә. Так, солай енді жалпы. Мен Мгм. қазір еще тағы да сізге записьті жібере саламын, бұйырса сол записьтен де қарай берсеңіз болады, ұмытып қалып жатсаңыз кейбір нәрсені. Хорошо. Аха. Иә. Онда енді біртіндеп өзіңізге де бірнет шығар. Там мысалы бүгін уже кейбір сұрақтарға жауап алдыңыз, иә. Өстіп, там біртіндеп уже бір жаңа деңгейге жетесіз ғой, профессионал деген сияқты ше. Осылай жетесіз енді. Аха. Иә, ең бастысы мен там байланыстамын, там сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Все хорошо. Иә, так онда